Түркістан өңірінің негізгі драйвері туризм, сондықтан мұнда туризм саласын дамыту, оның әлеуетін арттыру бүгінгі күннің басты талабы. Көне шаһарда туристік маусымның ресми ашылуында облыстың туристік әлеуеті жан-жақты таныстырылды. Жандос Жұмабектің материалына зер салайық. Бұл жолғы туристік маусымның ашылуы бұрынғыдан өзгерек. Себебі биыл өңірдегі Наурыз мерекесін атап өтудің 10 күндік аясында Керуен-сарай туристік кешеніндегі жасанды көлдің жағасында, ашық аспан астында сән салтанаты мен ерекше форматта өтуде. Су бетіндегі сахна, мерекелік шоу, қойылымдар, қызықты ойындар Түркістан қаласының тұрғындар мен меймандарына ұмытылмас әсер, ерекше көңіл күй сыйлап жатыр. 10 жігіт қымыз ішуге келіп тұр. Туризмге қатысты интерактивті ойындар, спорттық сайыстар, білекті жігіттердің қол күресі, кеуде керу мен гір тасын көтеру және қыздар арасында бауырсақ жеуден жарыстар ұйымдастырылды. Елордалық Жұмабике Досайбада мерекелік шараларға белсенді қатысып, өз әсерімен бөлісті. Өңірде туризмнің дамып келе жатқанына дән риза. Астана қаласынан келдім, Түркістанға бірінші рет. Жаңадан туристический нелер ашылып жатыр екен. Расында да ол жерлерге көптен армандап жүрмін баруға. Қазір бүкіл ойынға қатысам. Соны бір путевка өтіп алмай, құрбыс кетпейтін шығармын. Өте ұнады, көңіл күйім тамаша, әдемі. Түркістан облысында тұмса табиғаты мен туристерді таңғалдыратын орындардың бірі Түлкібас ауданындағы мемлекеттік табиғи қорық. Мұнда қызыл кітапқа енген жануарлар мен түрлі өсімдіктерді кездестіруге болады. Өткен жыл ауданға 12 мыңға жуық саяхатшы келген. Оның 500-ге жуығы шетел азаматтары. Ақсу-Жабағылы қорығының табиғаты өте ерекше болғандықтан, туристеріміздің жалпы басым көпшілігі осы қорыққа келеді. Яғни ол шетел азаматтары. Швейцария, Великобритания елдегі, Канада сияқты Канадан азаматтары. Басым көпшілігі бір келгеннен екінші келуге құштарлығы мол болып тұрады. Бұдан бөлек Түркістан облысында емдік сауықтыру туризмде жақсы дамып келеді. Өңірде 70-ге жуық осындай орын болса, соның 40-тан астамы Сарыағаш ауданында орналасқан. Біздің емдік сауықтыру орталығына еліміздің барлық аймағынан бөлек алыс жақын шетелдерден де саяхатшылар көп келеді. Бір күнде 20 мың адамға қызмет көрсетіледі. Көбі шипалы суын ішіп батпағына түсу үшін келеді. Тынығып, ем қабылдап кетеді. Облыс аумағында туристерді қызықтыратын 1700-ге жуық әртүрлі тарихи-мәдени ескерткіштер мен 4 ерекше қорғауға алынған табиғи парк бар. Мамандардың айтуынша, олар жылдың 4 мезгілінде туристерге қызмет көрсетеді. Ал Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен мына орталық саяхатшылар тартатын ең негізгі нысан саналады. Одан бөлек Арыстанбаб кесенесімен Отырар төбе аймағы да саяхатшыларды тарихымен қызықтырады. Жаз айларында өте ыстық екенін ескере отырып, қазіргі таңда Отырар қалашығына кешкі уақыттарда, түнгі уақыттарда серуендеу мүмкіндіктері де ашылып отыр. Жалпы туристердің негізгі баратын 35 туристік нысандардың барлығын навигациялық жүйелерге қалыптастыру, туристік бағдарларын, туристік паспорттарын 3 тілде жүзеге асыруды қолға алып отырмыз. Яғни бұның барлығы туристер үшін қызмет көрсетіледі деген ойдамыз. Өткен жылы өңірге 1 миллионға жуық саяхатшы келсе, биыл олардың санын 1 миллион 300 мыңға жеткізу көзделіп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, Хабар 24, Түркістан облысы.